Алматы мемлекеттік бизнес колледжінің студенттері Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына орай ұлт ұстазымен үндесу тақырыбындағы челленджді қабылдай отырып, ұлы тұлғаның мұражай үйіне барып қайтты. Ақынның еңбектерімен, өмір жолымен танысты. Ахаңның ғибратқа толы мол мұрасын танып, білім жолындағы ізденістеріне қанықты. Ғылым мен практикалық білімнің іргетасын бойына сіңірген халық ақылды, бай, күшті болады деген ұлы ғалымның сөздерінің қазіргі уақытта ерекше өзекті екендігіне көз жеткізді. Дегендер мен жақсымын толып жатыр, көзденен жақсылығы артылмаған. Бәрінен тыныш ұйықтап жатқандар көп, ұмтылып, талап ойлап талпынбаған. Балалар, бұл жол басы даналыққа. Келіңдер, түсіп байқа балалыққа. Бұл жолмен келе жатқан өзімдей көп, соларды көре тұра қалалық ба. Даналық, өшпес жарық, кетпес байлық, жүріңдер іздеп тауып алалықта. Ахмет Байтұрсынұлының нақыл сөзінен, тілдің міндеті, ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенше, көңілдің түйін түйгенінше айтуға жарау. Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай ұлт ұстазымен үндесу атты челленджін Алматы телекоммуникациялар және машина жасау колледжінен қабылдай отырып, біздер Алматы мемлекеттік бизнес колледжінің студенттері Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжіне жолдаймыз.